Армысыздар, құрметті оқырмандар. Мен сіздерге бүгін қырғыз халқының халық жазушысы Шыңғыс Айтматовтың Ақ кеме повесті туралы сөз қозғағым келіп отыр. Ақ кеме повесінде негізінен орманшылардың қым-қиқаш өмірі туралы баяндалған. Шығарманың негізгі басты кейіпкері меңіреу орманда тірі жетімдіктің қамытын киген, тау-тасты, өсімдіктерді, өзінің дүрбісін, портфелін дос еткен жас бала жайында. Баланың атасы Елпек Момын қария. Елпек Момын қарияның екі қызы бар. Үлкені орманшылардың бастығы Оразқұлдың әйелі Бекей болса, кішісі баланың анасы. Бекей мен Момын қария Оразқұлдың әлімжеттігін көріп өмір сүріп келе жатқан бейбақ жандар. Бекейдің бар кінәсі бала таппауы, ал Момын шалдың момындығы. Момын қарияның Момын Елпек атануына тек қана өзі кінәлі. Егер біреу қария, бұл істеп жүргеніңіз не, осы елдің жасы менен әйел бала-шағасы қайда десе, қой, бұл марқұм менің інім еді, ағам еді, бәріміз бір бұға әулетінен тарадық, бұл шаруаны мен істемегенде кім істейді деп, осы үйдің отымен кіріп күлмен шығатын. Оны бәрі сен деп құрдасындай көретін, ешбір адам сіз деп құрметтемейтін. Момын қарияның қолынан барлығы келеді. Есік терезе жөндеу, ағаштан үй соғу, шөп шабу, орманның бүкіл шаруашылығы осы Момын қарияның қолынан келетін еді. Ал Оразқұл болса, таңнан кешке дейін атқа мініп, жайлау-жайлауды аралап, арақ ішуден қолы босамайды. Егер комиссия келе қалса, Оразқұл көзбояушылыққа салынып, бүкіл шаруаны өзі істеп отырғандай, комиссияға орманға экскурсия жасатып аңғалып барады. Ал негізінен бүкіл шаруа, бүкіл құлдық осы Момын қарияның мойнында еді. Балаға келетін болсақ, бала ата-анасын ешқашан көрмеген. Ата-анасы да оны іздеп ешқашан келмеген. Анасы әкесінен ажырасқаннан кейін баланы нағашы атасына тастап, өзі қалаға жұмыс жасауға кете барады. Сол кеткеннен мол кеткен. Бірде атасы күзде картоп сатуға қалаға кетеді. Сонда бір жетіде жоқ болып кетеді. Келгеннен кейін шайдың үстінде Бекей мен кемпірге қызын көргенін, оның жаңа отбасын құрғанын, екі қызы бар екенін, өзі зәулім үйдің қуықтай бір бөлмесінде тұратынын, заводта тоқымашы болып істейтінін айтады. Егер қазіргі күйеуі рұқсат етсе, үлкен үй алғаннан кейін баласын алып кетуге уәде береді. Бірақ үлкен үйді қашан алатыны белгісіз еді. Ал баланың туған әкесі өзге отбасын құрып, 2-3 баланың әкесі атанған. Ыстықкөлде кемеде матрос болып жасайды екен. Бұны естіген бала әкесіне деген сағыныштың арқасында қиялға беріліп, өзі ертегі ойлап құрастырады. Әке, мен сені сағынып, балыққа айналып келіп тұрмын, сен мені таныдың ба, мен сенің балаңмын ғой деп қиялға берілетін. Бала Момын қарияның бар қуанышы. Бала өзенге ағып кетпесін, қамсыз суға түссін деп, белінен су кешіп, судың астынан тас қалап, балаға өзеннен тоған істеп береді. Бала білім алсын деп 4-5 шақырым жердегі қыстақтың мектебіне беріп, атпен баланы мектепке тасиды. Бұл көріністердің бәрі Оразқұлға ұнамайды. Оразқұлдың бар ойы, мен бақытсыз болғанда неге менің қасымдағы адамдар бақытты болу керек дейтін. Осы құйтырғы әрекеттердің арқасында өмір бойы өзінің баласына өсиет етіп айтып отыратын Момын қария өз қағидасына қарсы шығып, үлкенді құрметте, олардың әруағын сыйла, киелі бұғы ананы қастерле, біз олардан тарадық дейтін өзінің өмірлік ұстанымына қарсы шығып, киелі бұғы ананы атып, оның етінен қуырдақ жасап жеп, және Бекей екеуі, қызы екеуі ащы суға сылқия тойып мас болуға дейін әкеледі. Момын қария шабылған бұғының басын құшақтап, ошақтың түбінде далада ес-түссіз жатқан жерінен немересі көріп, өмірден баз кешіп, түңіліп кетеді. Бұны көргенше мәңгілік балыққа айналғаным дұрыс деп бала шешім қабылдайды. Осы оймен өзенге қарай бет алады. Сөйтіп бала балыққа айналып кете барады. Осы кезде баланы іздеген тірі жан баласы болмайды.
Повестің осылай қайғылы аяқталуына бәлкім адамдардың рухани азғындауы, жігерсіздік, момындық, ордажықтық қасиеттер болар. Адам баласы адам болып өмірге келгеннен кейін адамға тән қасиеттері мол болуы тиіс. Үлкенді құрметтеу, кішіге қамқорлық жасау, қажырлық, қайсарлық мінездері мол болған дұрыс. Саналы ұрпаққа бұл шығарманың берері мол. Шығарманың толық нұсқасын оқимын деуші оқырмандар үшін Атырау қалалық нөмірі 5 қалалық кітапхананың есігі әрдайым ашық.